Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Қалайсыңдар, роднойлар? Соңғы кездер өтпейтін пранктар көбейіп кетті. Сол, мен Инстаграм қызық емес, мойынды аш керек, мойынды. Сол, өзім көп алып қойдым ба. Дем алдым, телефоннан дем алдым. Так, родной бар, сендерді сағындым, шыны керек. Жаңа бір күшпен келдім. Жаңа 570 айтатын болсақ, ол енді папама ап берсем деген арманым бар. 70-ка ап беретін, сол машина ап беретін кезде жыққа ақшам жетпей алды, сосын 70-ка ап бердім. Ладно, шүкір. Ал енді келесі мақсат осы. Сторис түсірмей қалсам, роднойлар сендер ұрсындар маған. Сен мақсатың бар, папаңа 570, давай деп. В общем, сондай, өздерің қалайсыңдар? Не жаңалық болып жатыр? Үй іші, мама, папа, бәрі жақсы ма? Сағындыңдар ма мені? Все, енді көтеріңгі көңіл күй, керемет энергия, мене болады. Жандар. Мені сағынған үшін ақша төлейтін болса, онда тек қана сен емес. Қазақстанда почти 1 миллионға жуық 930 мың родной миллионер болатын еді. Құры осындай душевный общенияларды сағындық отырып ал. Жаңа енді кішігірім бір не істеп, ниетіме жетейді деген оймен сіздерге мақсаттарымның бір басын көрсетіп қойып, осыған жеткен кезде естеріңізде ма дейтін оймен салып қойған ғой. Бірақ соның өзінде роднойлардың барлығы күшті тілектерін жазып жатыр да, родной құтты болсын. Одан кейін пранк екен білседің, ниетіңе смело жетесің, родной. Кайфта сен үшін 4-5 күн жоқ болып кеттің ғой, сол кезде іздеген роднойларды айтса, жазып оқып отырсаң, кәдімгідей жүрегін елжіреп, көзіңе жас келіп, кәдімгі уйбуй әңгіменің төркін, маған қарап шөркін ұра беретін болып болса, көркін деп қой. Жинап қалып, просто кешірім сұрайым. Ей, палуан, туралап, айдаш туралап. Молодец. Өте әдем айтып отыр. Мен сағынған үшін ақша төлейтін болса, тек қана қазақ ел емес, бүкіл әлем подписаться етеді ау. Осындай сұрақ жиілетіп кетті. Сатылымның еш шығып жатыр ма деп қойғасы. Алдыңғы сатылымдарда менде 4 шақты кітап бар. Алам деушілер болса, дайректке жазайық. Қаншалықты көп екенін көрейін, болмаса өткізіп жібере салайын. Осы кітапқа қатысты кайф бір отзыв айтты да, кері байланыс Ақтауда жүрген кезде. Бір 2 родной. Соны удалить етіп материалдармен прямо андай күшті қылып айтты да, ше соны салып жіберіп барғанда сатылымды ашып жіберсең өтіп кетеді. Болдым, кеттім. Барады аулым көшіп, нараннанай деп ұра саласың ғой, сөзін білмейтін біздің. Нараннанай. Роднойлар, сұрайын дегенім, негізі сіздерге осы монтаж жасалған стористер ұнай ма, әлде лайф стористер ұнай ма? Айтыңдаршы. Сосын қыздардың боянған түрі ұнай ма, жігіттер, әлде боянбаған түрі ұнай ма? Айтыңдаршы. Енді боянған туралы сұрақ кеткеннен кейін енді жігіттердің болмысына қатысты да сұрақтар қойылуы шарт деп ойлаймын. Қыздар, сіздерге мен сияқты качок жігіттер ұнай ма, или не качоктар ұнай ма? Жігіттер, че там, боянбағандар ұнайды деп қояды. Бәрі ертең боянбай шықса, қыздар не ақса бояна бересіңдер ау, деп қалмай, өкін қалмай. Бірақ әдемі ғой бұлай да, деп артын әдемі жауа саласың да, айтпесек шығады ғой, родной, в смысле? Ты че мне предлагаешь? Деп қандай, в общем. Роднойларым керемет, одан артық не керек, қамқоршым болып жүр, нұрларын себелеп, өздері жұртқа сыйладам, нара-нара-нара-нара. Родной, қазір бір өміріңде кішігірім сынақтар болып депрессияда жүрген шығарсың, дегенмен де бір нәрсе есіңде болсын. Алла тағаланың саған дайындаған жоспарлары сенікінен әлде қайда мықты. Ойымдама, бәрі жақсы болады. Родной бургерге қатысты ақпараттарды айта салайын, осы жаққа келіп, бір дәмін татып, сағынышымызды басып жатырмыз. Қазір енді бізде посадка болмайды, өйткені ашық жоқ. Саптада ашық қойдырамыз. Сосын доставка шығады и франшизадан сатылым басталады.